İsa'ны tanımaydı жастардың махаббат жайлы түсінігі. Екі жастың танысқанына аз уақыт болды. Екі ақ апта болды. Привет, жаным, там қалай? Жақсы. Не, жаным, бүгін қандай красавица. Әрине маған сүймейсің ба, жаным? Мә, жаным, білесің ба? Біздің екеумізге танысқанымызға 2 ақ апта болды ше, бірақтан. Сен білесің ба, мен жүрегім сен деп тыныш таппайды. Түнде, күнде сені ойлаймын, жаным, білесің ба? Неге білесің ба? Неге ойлайсың? Білесің ба? Жаным, білесің ба? Мен ойландым, әрқашанда мен жүрегімде мен ондай сезім болмап еді бірақтан. Білесің ба, мен саған өзімнің жүрегімдегі сезім білдіргім келеді. Жаным. Шығам, жаным. Шайтан осылай адамды рельстен секіріп кеткен вагондар сияқты тура жолдан адастырғанын біз байқамай қаламыз. Бұл әдетте ұзаққа созылмайтын, жай ғана құштар шынайы махаббатқа болып жатпайды. Ал енді сенуші жастардың махаббатқа деген көзқарасы. Жастардың достық қарым-қатынастарына 3 жылдан асып қалды. Ол сенің үйге де келіп қалыппыз ғой. Талжан, сен үшін бүгін семинар қалай? Керемет. Ұнады маған. Мен де өзіме осы өмірімде болып жатқан жүрегіме керекті көп сұрақтарға жауап алдым. Мен саған осыдан бірнеше жыл бұрын бір сезім пайда болып еді. Сол сезім бүгін сүйіспеншілік екен деді. Мен саған айтатыным, сен ұнатып қалмайсың. Nasıl taraydı? Қытайдан сұрағым керек. Иә, қарсыласың оған. Мен де осы уақытта өзім осы үшін дұға етіп, бүгін саған осыны шешім айтуға. Құдайдың айтқанымен жүріп тұратын жастар шынайы махаббатпен уақытша құштарлықты айыра білетіндігі көрініп тұр. Ақыл ойға әбден салынған мұндай шешімнің аяғы Құдаймен екі жастың ұзаққа созылуының айқын белгісі болатындығы көрініп тұр осында.